15 июнь 15 июнь июлы сағат 3 хабарламада сағат 3 деп тұр. Ішкі саясаттан журналистер келіп жатыр. Бірақ мына кісі жоқ Қоспан. Юстицияның бастығы Кесікбаева өзі хабарламасын берген, осы жерге жиналасыңдар достық үйіне деп. Далада 40 градус ыссы, халық келіп отыр. Біз сонда кімге сенеміз? Үкіметтің сайланған, миллион жарымнан айлық алып отқан Қоспан секілді азаматтар тек мәжілістің төрінде ғана сөйлей ма? Не үшін келмейді? Қилыбаевтың қабылдауында болып, Қилыбаев келіп осы жерде ашат деген. Міне тағы да халықтар келіп жатыр. Халық келіп күтіп кетіп жатыр. Мінеке күтіп тұрған халық көп. Журналистер де келіп тұр. Бүгін Қоспанның қабылдайтын күні. Қоспан Абзал Қоспан мәжілістің депутаты, заңгер. Оның бүгін қабылдайтын күні. Сағат таңертеңгі мезгілде де біз келіп кеттік. Түс қайтағы мезгілде сағат 3-те деген Кесікбаева юстицияның бастығының берген хаттамасы қолымызда жүр. Бүкіл адвокаттарды Қилыбаев өзі ұйымдастырады деп. Мына отырған жігіт журналист. Бұл ішкі саясатқа қазір звондап жатыр. Бәрі де осы халық күтіп отырып осыны. Бұлар ешқандай халықпенен кездеспейді. Оның бәрі өтірік. Мынау достық үйі Ақтау қаласында, Маңғыстау облысы Қилыбаевпенен өткізілетін деген достық үйінде болатын жиналыс, халықпен кездесу. Сол Қоспанға бәріміз келіп тұрмыз, бірақ Абзал Қоспан жоқ. Таңертеңгі мезгілде де ол кісі келген жоқ, түс қайтағы мезгілде де келген жоқ. Халық мынандай болып келіп, шұбырып, сұрап кетіп бара жатыр. 3-те кездесу болады деп хабарламасын адвокаттарға жіберіп отырған адам ол Кесікбаева, юстицияның бастығы. Мен оны да қазір мына чатқа салам. Мынау Facebook желісіне, Instagram желісіне, бүкіл Қазақстанға мынаны жіберу керек журналистер. Зерттеңіздер, халық сонда кімге сенеді? Депутаттар келген депутатты біз біліп отырмыз, ал қайда? Неге өтірік хабарлама береді? Барлық халық күтіп тұр міне. Мен де таңертеңгі мезгілде де келдім. Журналистерге өзімнің немді блогерлерге жібердім хабарламамды. Түс қайта және келдім сағат 3-те. Себебі сағат 3-те деп қарайған адвокат келіп кетті. Сонда бұл жасырын ба? Мәжіліс депутаттары қазір каникулда. Олардың барлығы халықпен кездесу керек. Халық оларды сайлаған. Сайлады ма халық? Халықтың алдында отчет беріп келу керек.